оңалту, қайтадан кредитный рейтингті көтеру бойынша жұмыс істеуімізге сіздерге практикалық сабақ көрсетемін. Бұл енді несие тарихын тазалау, черныйдан шығару деген сөз емес. Дұрыс түсінеміз, Google-ға кіріп, Егов деп жазамыз. Мен уже кіріп дайындап қойғам, сіздер қалай кіруді білесіздер. Дәл осы басты бетте кеден және салықтар бөліміне кіріңіздер. Таможня и налоги деп тұрады. Дәл соған кірген екен, салық салу деген бар, соған кіріңіздер. Толық көрсетуді басып, ссылканы бассаңыздар, есебі мемлекеттік кірістер органында жүргізілетін берешегі жоқ немесе бар екендігі туралы мәліметтерді беруді деп басамыз. Үстін бір басыңыздар. Онлайн заявка тастаймыз. Салық қарызының бар болуы немесе жоқ болуы туралы анықтаманы берудің мақсаты. Бұны кім сұрап жатыр сіздерден? Бұл жерде мысалы үшін несие алуға ма, әлде банктерге ма, неге қатысты мысалы үшін соны таңдаймыз. Қазір несие алу, оңалтуға деп тұр ғой, оңалтуға деп жазамыз. Кім сұрап жатыр оңалтуға? Яғни банктер, кірістер орган таңдаймыз. Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті деп таңдаймыз. Және сіз қай облыстансыз? Мысалы, Түркістан облысы, немесе Шымкент қаласы. Мен өзім Шымкент қаласы, Қаратау ауданы бойынша қазір тексеретін боламын. Таңдап болғаннан кейін сақтау деп басыңыздар. Енді әрі қарай деп басасыздар. Электрондық цифрлық қолтаңның бабымен біз қолымызды қоямыз. Қол қойған кезде міндетті түрде бізде РСА қолданылады, оны жақсы білу керексіздер. Пароль енгіземіз. Қазір қарызымыз бар ма жоқ па соны анықтайтын боламыз. Осы анықтаманы алып біз уже бірінші кредиттік бюроға, яғни электронный поштасына өтініш жазамыз. Яғни менің несие тарихымды оңалт деп, яғни оңалтқанда кредитный рейтингті көтереді. Яғни ол жасылға келетін болса, уже кредит бере береді деген сөз. Міне мына жерде қарыз жоқ менде, 0,00 теңге, Менің өзімде, мысалы, налогта пенсионка, анау қиылмаған қарыздарым бар екен, пеня, мен соға төлеп тастауым керек, сонда барлық нөлге теңестіріледі. Ал кредит бойынша, банк бойынша қарызы болатын болса, болды, бұл кісілер рейтинг көтерілмейді деген сөз. Барлығы нөлге теңеседі, сол кезде ғана рейтинг көтеріледі. Несие тарихы оңалады деген сөз. Ендігі сабақта қалай бірінші кредиттік бюроға арыз жазуды үйрететін боламын.